Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етімізге, яғни 5 бармағымызға, әлде 5 бармаққа қамыр жаятын боламыз. Ең алдымен иленген қамырымызды осылай жұдырығымызбен жақсылап ұн себе отырып, кішкене жұқартып аламыз, жайғанға оңай болу үшін. Содан кейін оқтаудың көмегімен қамырымызды айналдыра отыра, видеода көрсетілгендей оқтауымызбен осылай жаямыз. Қамырды жаймас бұрын егеуін жақсылап қандырып алу керек. Кішкене жұқарғаннан кейін оқтауға орай отыра, жақсылап алақанымызды қатты қолымызбен баспай қамырымызды жаямыз. Міне енді оқтауымызға икемделетіндей жұқалықта болды қамырымыз. Одан кейін міне оқтауымызға орай отыра жаямыз. Бұл жерде менің әпкем көрсетіп жатқан. Қазір жеңгем келді. Жеңгемнің өзі жалғастырып жатыр. Жеңгем өте керемет қып жаяды қамырды. Осы кезде мен түсіріп алдым видеоға. Міне қамырдың ортасына қатты күш салмай, шеттеріне ғана күш салып жайып жатыр. Ұн себуді ұмытпаңыздар, қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Қараңыздар, алақанымыз ортада келгенде қатты күш салынбайды. Тек қана шетіне қолымыз барғанда күш салынып жайылады. Қамырларыңызды айналдыра отыра, міне айналдырдық, оқтауды басқа жағынан орап қамырды жаямыз. Қазір қарап отырсаңыздар, видеода көрсетіледі. Қазір қамырды столдың үстіне жаяды. Міне, енді оқтауды басқа жағына қойылды. Басқа жағынан алып, оқтауға орап, қамырды осылай жайылады. Қолдарыңызды қатты ортасына салмақ түсірмеңіздер. Тек қана қамырдың шеттеріне ғана, оқтаудың шет жағына барған кезде ғана кішкене сәл басыңқырап жайыңыздар. Міне оқтауды көрдіңіздер, басқа жағына қамырды осылай жайылып жатыр. Қамырды ашты, оқтауды басқа жеріне қойып жайып жатыр. Көріп жатырсыздар, видеода бәрі нақты көрсетілген, нақты қарап отырсаңыздар, бәрі түсінікті болады. Ұныңызды сеуіп отырыңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Міне оқтау басқа жағына қойылды. Енді осы жағынан жинап отырып, оқтауға орай отырып, жайып жатыр. Сол кезде бір тегіс болады. Міне келесі жағына қойды оқтауды. Енді сіздер қарап тұрсаңыздар, қамырларыңыз доп-домалақ және барлық жағы бір келкі қалыңдықта, бір келкі жұқалықта болу себебі осы. Қамыр жаю техникасы осы. Міне қараңыздар, доп-домалақ болып, оқтаудың ұзындығымен бірдей болып тұр қамырымыз. Міне қандай жұп-жұқа болды. Оны сеуіп жіберіп, тағы бір жайып кесеміз. Бұл бізде ет тағамға арналған қамыр жайылып жатыр. Мантыға да болады осылай. Менің каналымда, арнамда бар мантының қамыры. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне қараңыздар, жұп-жұқа болды. Енді осыны қазір оқтауымызға жинап кесеміз. Міне астындағы дастарханымыздың гүлдері көрініп тұр қамырымызда. Осы кезде дайын болды. Керек жұқалығында жайылды. Енді осылай оқтауға орап кесіп аламыздағы. Қазір видеода көрсетіледі. Міне қараңыздар, оқтауға орадық, кестік. Енді астындағы кіші қамырымызды алып, жоғар жағына қойып, бір келкі орнатамыз. Міне, енді пышағымызбен кесеміз. Міне, осылай 4-5 бөлікке кесіп шығамыз. Қарап отырсаңыздар, керемет жайылды қамырымыз. Міне, енді етімізге қамырымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерде осылай жасап көрсеңіздер болады. Қамыр жаю техникасын көрсеттік. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыздар.